Мына көзімді көріп хайранға батырған шығарсыз, өзімде де сондай болды, расын айтсам. Мен көп уақытлардан бері арман етіп жүрген затымның бүгін точкасын қойдым. Оған көмектескен маған докторға клиникасы болады. Көзімдегі артықша грыжа һәм майларды алдырып, до и после суретім. Ал мынау болса менің 1 сағаттан кейінгі видеом. Ертесіне көшеде той болып, көзімді аязлатып, көзім жасы ауырып отқан уағым. Ал 3-ші күні болса, көзімде отек һәм көгерулер басанды, соның үшін осы мазды айландырып жағып алдым. Ал историямда болса, бір күнім қалдырмай, 1-ші күнім, 2-ші күнім деп сондай қылып түсіріп отыра бердім беймәлі. Мынау болса менің 5-ші күнім. 5-ші күннен кейін лейкопластырымды алғаннан кейін көзімде бірталай отеклар болды. Мен нейроврачқа звонок етсем, сразу ішкі тігістерді алу керек деді. Бардым да ішкі тігістерді алдырып тастадым, содан кейін отеклары қайтты. Ал сыртқы тігістерім болса, кейін алдыруға бардым. Бұл менің сыртқы һәм ішкі тігістерін алдыруға барғандағы видеом. Көріп тұрғаныңыздай, һәммесі дым жақсы. Сразу видеоға, яғни историяға шықтым. Бұдан кейін бір 2-3 күннен кейін ісіктері аз-маз қайтқаннан кейін қайттан видео алдым. Сондай қылып тетрадкаларыммен мазды жағып, аз-маз уход қылдым. Алдынлары макияж істеуге аз-маз қиналатын едім, себебі ол уақытта менің көзім әлі ісленген жоқ еді. Ал мынау болса менің 10 күнлік нәтижем, еледе ісіктері бар, еледе ісіктері қайтады. Бұндан кейін де бір айдан кейін Құдай қаласа полностью ісіктер қайтқаннан кейін де видео қоятын боламын. Сіздерге ұнаған болса, онда лайк, комментарияларыңызды аямай жазып кетсеңіз болады. Айтпақшы, ітібар берген болсаңыз, менде тек қана көз емес, қасымның да сұлулығы білініп қалған. Бұл блефаропластиканың арқасында бетімді бар екені шығып қалған, алдын қабақтан бетімнің бар екені де білініп еді. Қасым менен көзімнің аралығы қаттыға үлкен еді, яғни ұзағы. Қазір болса қасым мен көзімнің аралығы жақындасып, қасымның да шырайы шығып қалды. Сіздер не деп ойлайсыз?